Құжат тапсыру уақыты қай уақытқа дейін созылады дедіңіздер ме? Шеберлер республикаға тапсыратындарын ұмытпау керек. Жаңағы ЕГО порталында олар республикалық комиссия деген жерді таңдап республикаға барады сонда. Тесттің сертификаты ішінде болу керек. Ішінде болмаса ол құжатты қабылдау мүмкіндігі жоқ. Яғни оның ішінде не айтылды? Оның ішінде педагогтардың құжаттарын қалай жинақтау керек екендігі, жаңа талап бойынша қандай өзгерістер бар, олар қандай нәрсеге дайын болу. Астана қаласының педагогтарын аттестаттау басталды ма, әлде басталайын деп жатыр ма? Құрметті көрермен, дәл қазір біз Астана қаласы әкімдігіне қарасты білім басқармасының әдістемелік орталығында тұрмыз. Оның үстінде қарапайым тілмен айтқанда, мына ұстаздардың аттестациядан өтуіне жауапты, және де жалпы педагогтардың кәсіби деңгейін көтеретін бөлімнің басшысы Айгүл Есенқызымен сөйлесейін деп тұрмыз. Сондықтан бұл кісінің сөзін мұқият тыңдап алсаңыздар болады. Тағы да бір айтып кеткім келіп тұр. Астана қаласы бойынша республика емес. Әрине енді басқа жақтарда шамалы ұқсас қой бір-біріне. Дегенмен бірақ біз қазір тек қана Астана қаласының жаңағы аттестаттау жүйелерін қалай жүріп жатқаны жайында білгіміз келіп отыр. Айгүл Есенқызы. Саламатсыздар ма? Алтын уақытыңызды бөлгеніңіз үшін рахмет. Жалпы мынау педагогтарды, Астана қаласының педагогтарын аттестаттау басталды ма, әлде басталайын деп жатыр ма? Әрине қазіргі уақытта уже басталып кетті десек те болады. Әрине. Себебі бұл бұйрық 83-ші бұйрық 2016 жылғы 27-ші желтоқсанда шыққан бұйрыққа осы 2 сәуірде 72-ші бұйрықпен өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Соның негізінде осы Астана қаласы бойынша үлкен түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Білім беру ұйымдарының басшыларына, олардың орынбасарларына бөлек, одан кейін әдіскерлерге, мектепке дейінгі ұйымдардың және де педагогтарға пән бойынша бәріне түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Біреулеріне жаңа қашықтықтан, біреулеріне бетпе-бет кездесіп, осындай жұмыстарды, үлкен жұмыстарды жүргіздік. Енді оларға, яғни оның ішінде не айтылды? Оның ішінде педагогтардың құжаттарын қалай жинақтау керек екендігі, жаңа талап бойынша қандай өзгерістер бар, олар қандай нәрсеге дайын болу керек, әзірлену керектігіне үлкен жаңағы ден қойылып, оларға сол талаптарды түсіндірген болатынбыз. Жүргізілді. Енді қазіргі уақытта ол осы бұйрықтың ішінде құжаттарды қабылдаудың қай түрлері бар, оны да түсіндіріп өттік. Бұл маңызды тұс қой, енді қандай түрлері бар. Енді жаңа сіз айттыңыз, Астана қаласында жауапты. Біз Астана қаласына жауаптымыз. Дегенмен де бұл бұйрық бүкіл республика бойынша бір нәрсе. Талап бір. Заң алдында өзіңіз білесіз, бәріміз бірдейміз. Жақсы. Енді қараңыз, түсіндірме жұмыстарын жүргіздіңіздер. Жаңа айтып жүрсіңіз. Қазір міне қабылдау тәсілі неше бағытта жүріп жатыр, қабылдау тәсілі? Осы бұйрықта көрсетілген қабылдау екі түрде. Бірінші жаңағы электрондық форматта, яғни электрондық үкіметтің көмегіменен, қазір бізде қалап айтқан ЕГО өздері жаңағы ешқайда бармайды. Ешқайда бармай, өздерінің құжаттарын жаңағы сканерден өткізу арқылы немесе PDF форматына ауыстыру арқылы сол жаңағы электрондық үкіметке тапсыра алады. Енді кейбір мүмкін жасай алмайтын педагогтар болса, оған да мүмкіндік жасалған, кеңсе арқылы қағаз түрінде де әкелуге мүмкіндіктері бар. Мысалға, басшы орынбасарлардың құжаттарының көлемі үлкендеу, оны дәлелін салу үшін. Сол себепті кейбір мәселелерді ол жағынан да қарастыруға мүмкіндігі бар. Яғни ЕГО арқылы тапсыра алмаса, немесе бірдемені білмесе, немесе құжат өте көп болатын болса, яғни олар келіп өздері құжаттарын тапсыруға мүмкіншіліктері бар. Олардың ЕГО арқылы тапсырса да, онда 10-11 қосымша арқылы осы айтып тұрған ережеміздің өздерінің қолдарына қолхат алғаны немесе алмаған туралы, бастатқан туралы. Қолмен келгенде де 12-13 қосымша арқылы оларда қолхатты қолдарына ұстатып жіберіп жатырған жайымыз бар қазір. Жақсы. Енді байқап отырмын, бұл жерде сіздер құжат тапсырып отқан сияқтысыздар. Жүріңіз, көріп танысайық. Бұл жерде, яғни мамандар өздерінің жаңағы бұл кісілер қандай критериямен қабылдап отыр? Құжаттарын ашып қабылдай ма? Жалпы бұл мұғалімдердің барлығы мына қаладағы білім басқармасы, Астана қаласының білім басқармасының бұйрығы бойынша жаңа бекітіліп қабылдауға тобы құрылды комиссияның. Сол қабылдау тобы, яғни олардың әкелген құжаттарына
жаңағы 3-ші бұйрықтың 8-ші қосымшасында мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі бар. Бұл мемлекеттік қызмет. Жалпы міндетті. Өздеріне сұраңыздар, өздері айта алады бұларды. Так, сіздер бүгін неше құжат қабылдадыңыздар? Әзірге біз осымен 3-ші құжат қабылдадық. Мынау, Иә, 3 құжат. сіз кімге тапсырып жатсыз? Қандай санат? Педагог сарапшы санатына. Сарапшыға тапсырып Қандай критериямен қабылдайсыздар? Бізде, яғни, Мына бұйрық бар, 80-ші бұйрық негізінде 8-ші қосымша. Ол 8-ші қосымша, ол мемлекеттік қызмет көрсету болып саналады. Егер де, мысалы, осы қосымшада бізде 11 критерий бар, сол 11 критерий бойынша педагогтың бір құжаты жеткіліксіз болса, онда біз педагогты қайтарып жібереміз. Яғни бас тартамыз. 11 критерияға сәйкес келмесе, құжаты жоқ болса, қайтарып жібересіз. Құжат қабылдаудан бас тартамыз. Онда мынандай бас тарту Неше күнде толтырып? қолхат береді. 3 күн негізінде 3 күнде толтырып қайтадан қайтадан әкелу. Жақсы. Яғни мүмкіншілік бересіздер ғой жаңағы. Болды, осымен сіздің құжатыңыз толық емес екен, өтпейсіз деп қайтарып жүрмейсіздер ғой? жоқ, бұл педагог қайтадан алып келеді. Немесе мынандай қабылдағандары бар, қабылдағанға оны қабылдаған туралы қолхатты қолына өзінікін ұстатып жібереді да, мына жерде екінші жаңағы оның көшірмесін алып, өзінің осы кісінің құжаты қабылданғандығы туралы оны өзіне жаңағы қабылданған қолхатымен салып қойып, міне өтініші бар, оны документологқа тіркейді ары қарай бұны. Яғни барлығының есебі бар, жүргізіліп Енді отырады. осы құжат қабылдау неше күнге дейін созылуы мүмкін? Енді бұл құжат қабылдау қазіргі уақытта педагогтардың тест тапсыруына байланысты болып тұр. Себебі мына беріп отырған қолхаттың ішінде жаңағы мемлекеттік қызмет көрсетудің 8-ші қосымшаның 8-ші жаңа кестенің 8-ші жолында тұр. Сол жерде мінекей ПББ өткендігі туралы сертификат деген. Яғни тесттің сертификат ішінде болу керек. Ішінде болмаса ол құжатты қабылдау мүмкіндігі жоқ болып тұр. Тест қашан? Қайтару керек. Енді тестті қазір тапсырып отыр. Кеше 13-ші майға дейін тапсырды. Сол тапсырған құжаттарды алып жатырмыз. Және жаңағы 30 жыл еңбек өтілі бар, өзінің санатын растап отырған. Яғни модератордан модераторға, сарапшыдан сарапшыға, зерттеушіден зерттеушіге тапсыратын мұғалімдер ғана тапсыра алады. Модераторлар білім беру ұйымында, мында келіп жатырғаны бізге қазір сарапшылар менен зерттеушілер ғана. Модераторға тапсырады деген қалай түсінуге болады? Яғни модератор санаты бар болса, ары қарай көтермейді, сол модератор санатын растау деген сөз. Және 30 жыл стажы болса егер. Тест тапсырмайды, тесттен босатылған. 30 жыл педагогикалық стажы болу керек бірақ. Яғни 30 жыл жаңағы өтілі бар жұмыс, модератордан көтерілмейді, модератор ғана болғысы келеді. Ол тек қана жаңағы тест тапсырмайды, тек қана құжаттарын жинақтап тапсыруға мүмкіндігі бар. Тесттің несі болсын деген нешінші пунктында мына жерде? 7-ші пункт, яғни ол кісіде 7-ші пункт болмай-ақ қояды. Онда болмайды. Ол жерге ол кісіде өтілі туралы анықтамасы болады. Енді құжаттарды қабылдап жатсыздар, оны не істейсіздер сосын? Қайда қоясыздар? Біреу бірдеме мына жерде жоғалып кетпей ме? Жоқ, бұлардың барлығы апарып кәдімгі қоймаға салып, ешкім ештеңені менде кілт. Ешкімді менен ала алмайсыз. Жақсы. Кілт менде, менен басқа ешкім оны алып жатқан жоқ. Пән-пәнмен бөліп қойып отыр. Бұдан кейін оны жаңа аттестациялық комиссияға береміз. Аттестаттау комиссиясы қабылдау актінің негізінде сараптамалық кеңеске береді мүшелеріне. Олар сараптама жасайды, содан кейін сараптамада жаңағы өздерінің сараптамалық жаңа 15-ші қосымшаның негізінде сараптама жасап, ол жаңа протокол толтырады да аттестациялық комиссияға кері қайтарып береді. Олар шешім шығарады. Қандай құжат? Бір мұғалімнің құжаты ма? Бір мұғалімнің құжаты. Бұл зерттеушіге барып жатқан мұғалім болса керек. Зерттеушіге. Біздер бұл жерге тек қана зерттеуші мен сарапшы қабылдап жатқанымыз. Зерттеуші мен сарапшы. Шеберлер республикаға тапсыратындарын ұмытпау керек. Жаңағы ЕГО порталында олар республикалық комиссия деген жерді таңдап республикаға барады сонда. Жаңа ЕГОВтың ішінде өзі бар ғой, республикалық, яғни шебер болса жаңағы республиканы таңдайды. Ал немен жаңағы сарапшы мен зерттеуші болса облыстық комиссияны таңдайды. Модератор болса? Модератор ол өзінің білім беру ұйымында кеңсе арқылы тапсыра салуына мүмкіндіктері бар. Ол жүрмейді, ешқайда апармайды. Сол жерден тапсырады өздерінің білім беру ұйымында. 4 бағыт қой негізі. Биылғы ерекшелік сол ғой, білім беру ұйымында модераторлар өздеріне тапсыратын болып тұр. Білім беру ұйымының комиссиясы береді оған. Түсінікті.
жақсы. Ал енді құжат тапсыру уақыты қай уақытқа дейін созылады дедіңіздер? Енді осыдан кейін екінші тест тапсыруға мүмкіндік бар. Ол 10 шілдеден 30 шілдеге дейін. Соларды тағы бір күтеміз. Оларда сосын 30 шілдеге, олар 10 шілдеген тест тапсырып өткен болса, құжатын әкеліп тапсыруға мүмкіндіктері бар. Бұнда жұмыс жасап отырамыз. Ол шілдеден қай уақытқа дейін созылады? 30 шілдеге дейін ғана. Иә. Содан кейін тамызда аттестациялық комиссия кеңесі, сараптамалық кеңес жұмыс жасайды. 30 тамызға дейін шешім шығып болып, 1 сентябрь күні бұйрықты қолдарына алуға тиісті. Себебі 1 қыркүйектен бастап оларда қосымша төлем ақылар жүруі керек. Осы негіздегі. Енді ол төлем ақы әрине басқа тақырып десек болады. Әзірше біздің енді айтқымыз келгені, жалпы ұстаздарға түсіндіргіміз келгені, құжаттарды қалай тапсыру керек, және де қанша уақытта тапсыру керек деген сұрақтарға жауап бергіміз келген. Алтын уақытыңызды бөлгеніңіз үшін сізге рахмет. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Сәттілік тілеймін сіздерге. Мен де педагогтарға сәттілік тілеймін.